Сонау 17 ғасырда өмір тұрған Ақтамберді жыраудың ел жазылып жайлауда жақсылар кеңес құрғанда мұртымыз өрге шалшылып бұрында сөйлерме екенбіз деген арманда оңайлықпен қол жеткен жоқ. Бірақ алып империяның керегесінен қауқылсап құлайтын кезі бар екен. Бәлкім ғасырлар бойы қазақ тіліне елдің дербес шаңырақ көтеруіне бір кездегі ел үшін арпалысып өткен бабалардың рухы демеген шығар еліміз тәуелсіздігін алды. Жеті қат соңында жібіткен, жеті тоғыз болып деміккен, аңсатып жеткен бостандық, шаршатып жеткен бостандық деп айтулы ақынымыз Светқали айтқандай, тәуелсіздік жолы оңайға түскен жоқ. Өйткені аталарымыздың жүріп өткен жолында көлкілдеген қанды соқпақтар қалды, орны толмас өкініштер орын алды. Енді соның белгілі Оразмағамбет екені белгілі, оның жан-жақты білімді адам болғаны. Ал халық жүрегінде ол елшіл демесем де ол өткенді білетін шетіресі, ол есептелді, ол немесе Маңғыстау өлкесін зерттеуші ғалым болып есептелді. Әрине олай болуы заңдыдан нәрсе. Өйткені Оразмағамбет бізге жеткен деректерде оның әкесі Тұрмағамбет заман ағымын терең түсінетін жан-жақты білетін адам болса керек. Мына орыстың атақты ғалымы Николай Иванович Андрусовтың 1897-1903 жылдардың арасында, содан кейін 1912 жылдары Маңғыстауға келіп, Маңғыстаудың геология картасын жасағаны белгілі. Осы Андрусов Маңғыстау жерін зерттеу кезінде Тұрмағамбетпен екі ортада жақсы байланыста болды. Бізге жеткен деректерде. Өйткені Тұрмағамбет Ханрет сол Андрусовтың экспедициясына кезінде жаңағыдай малдай көліктей көлмекетуінен жүрді отырыпты. Осы Андрусовпен жақсы болғанның арқасы шығар, Оразмағамбет бір кеттерде Бомбейге білім алуға кетеді. Ал Бомбейге білім алуға, немесе Ресейдің жерінен болмайтын болса, Европаға білім алмай, Бомбейге кетуінің басты себебі Тұрмағамбет өзінің баласы Оразмағамбеттің мұсылман дінінен тым алшақ кетуін тілегендігінде болса керек. Өйткені дәл сол уақытта Үндістандарда мұсылман діні парсы тілдеріне сабақ беретін оқу орындарының болғаны белгілі. Енді біздің қолымызда Бомбей қаласында оқыған құжаттарымыз жоғалған жоқ. Жаңа кино деректе көрсетілгендей осы ағылшындар өздерінің Үндістанның жерінде болсын, басқа жерінде болсын, кезінде ашқан оқу орындарын қайтадан кеткен артында барлық құжаттарды өзімен бірге алып кеткен екен. Енді бірақ соңғы кезеңдерде біздің көп жүрген жігіттеріміз сол ағылшындар өздерінің қай жерінде оқу орындарын ашты, ода кімдер оқыды, осыған байланысты интернетке еңбектерді шығара бастады. Бәлкім осы деректердің ішінде білгендерді Оразмағамбет туралы деректердің болып қалуы мүмкін нәрсе. Енді әрине Ашхабад қаласында түрмеге түскеннен кейін қауіпсіздік комитетіне берген жауабында Оразмағамбет: мен діни ортаның өкілімін, дін мұсылман жолының қызметкерімін. Сонымен қатар 16 жасынан 19 жасыма дейін Индияда Бомбей қаласында университетте оқып, оның инженерлік геология факультетін аяқтадым. Кезінде Маңғыстаудың зерттеуші ғалым Баярымовтың Түркменстанға Қаралабозға өткенмін. Айтулы геолог және мені анықтасқан досым Баярымов екеуміз Маңғыстау жеріндегі жұмысты жалғастырмақшы едік, бірақ сол кезеңнің жағдайлары бізге мүмкіндік бермеді дейді. Әрине Маңғыстау өлкесінің кен байлығын зерттеуші Андрустың шәкірті Баярымов 1997 жылдан 38 жылға дейін Маңғыстау түбегінің геологиялық құрылысын, тектоникасын, кен байлығын зерттеген ғалым. Қарасаз, қазбас, түржік, қарамая көмірден болғандары, мұнай, газ, келісіп
пентилаттың болашағын анықтаған Қаратау тау жоталарынан бас берген әріптес Түркістан зерттеуші де осы орында. Енді екі ғалымның бірлесіп жұмыс жасағаны жөнінде талай ақсақалдардың естелігін айтылады. Сонымен бірге 2006 жылы 2007 жылы Иран жеріне барып жүргенде оның балдары Ержаннан Шардыдан да естігенім бар еді. Міне өзі Қауіпсіздік комитетіне берген жауабында өзінің сотталғанын былай көрсетеді. Бірінші, бай болғаным үшін, екінші, молда ақындығым үшін, үшінші, әкемнің қазы ишан болуы, төртінші, ислам шариғатын үгіттегенім үшін, бесінші, ойы бұзық, яғни Маңғыстау тауларындағы кен шығатын жерлерді біле тұра большевиктер пайдаланды деп айтпады деген жала. Екінші аты Иран үкіметіне өнеркәсіп бас басқармасына жауабына жазған хат. Осы мына Горганецтің қалаған онша қарсы еместерде Бендесақ қаласынан зауыттың солтүстігінде 500 метр жерде мұнай қоры бар, тереңдігі 400 метр. Бұл жерде мұнайды шығыннан қашпай игерсе, мол байлыққа жетуге болады. Әрине оған жұмсалатын қаражаттың мөлшері көп, бірақ бір жыл мұнай өндіргеннен кейін жұмсалған қаражаттың артылатынына сенімдімін. Бұл жердегі мұнай қоры шыға бастағанда минутына 6000 фунт шамасында болады деп Иранның өндірістік министрлігіне жазған екен. Олар артынан осыны игеремізде Оразмағамбетті іздетілгенде өкінішке орай ол өзі Ашхабад қаласында түрмеде азап шегіп жатты. Енді жаңағы Маңғыстаудан мектеп ашқаны ол белгілі. Сол біздің барған сапарымызда мына үлкен баласы Ержан ағамыз қашан қайсерде шыққаны белгісіз, бірақ беттері түгел үлкен бір кітапты бізге көрсетті. Ол енді Мәкілі Бұлбұлын, Мәғұлқұлын, немесе ғылымдардың бастауы, техниканың жиынтығы деген кітап екен. Ал осы кітаптардың әрине біз ескі парсы тілін білмейміз, мына Ниязымыз оқып барған уақытында ол энциклопедия кітап болып шықты. Оның ішіндегі тек әлгі басқа тақырыптарды оқып қараған уақытында өсімдіктен дәрі жасау жолдары, денеге түскен жарақатты жазу, тігу, әртүрлі емдік, тамақтық шөптер, олардың жасалу жолдары, қымбат бағалы тастар жайында, бояу жасау жолдары, шахмат ойынның әдістері, соғыс тактикасы, қылыштасу өнері, құстарды тәрбиелеу, жер-жерді көлдер, архитектура, жылқы сипаты, белгісіздік жазу сияқты болып кететін кітаптар екен. Әрине ол кітап біздің музейдің қорында әлі күнге тұр. Бұл негізінде сол кездегі Индиядағы жоғары оқу орындарында қосымша оқулық ретінде қолданылған энциклопедия кітап екен. Ескі парсы тілінде жазылған. Үндістанда 1880 жылдары басылып шыққан, авторы Рашид Алим хан, арғы тегі Шыңғыс деген ұрпақтарынан тарайды екен. 1820 жыл шамасында өндірілген сол кезеңде Үндістанда парсы тілі басты ілгері жасалды. Көптеген оқу орындары осы кітапты пайдаланған екен. Енді Оразмағамбеттің өте құнды сауатты адам болғаны жөнінде қазғы орнында да бер жағында жазылып жатқан деректер де көп. Бұрын оны көз көрген адамдар Маңғыстаудың ойына үстіртке немесе басқа жерге көшкен уақытында 5 атты түйені артып жүретін кітаптары бар екен. Ал енді ол кітаптардың 1900 жылында көрсеткен 1900 жылы Сахараның тауынан табылғаны белгілі. Әрине ол өзі оны оқитын адам болған жоқ. Тұлғау Сахараның тауынан салынған нәрсені Талшыққа тұрған, Талшыққа дейін оғылы солтағы бөлікке жіберген, бөлікке де ол ақыретін осы Талшыққа келгенде мына Ержан Ғабділовтің бар сыртындағы жазуларына қарап кімнің кітабы екенін анықталған. Осы жерде бір бөліп айтып кететініміз беттен Ержан Ғабділов, Шоңай Шарқы Кенжібайұлы, Оразмағамбет үшеуі мына Хиуа мен Бұхарада оқыған. Маңғыстаудан екінде барған 18 бала екен.
Бірақ әрине діни оқу орталығы деген жұрттың бәрін оқытып қоймайды ғой. Ол мешіттің өзінің күнделікті заты бар. Осыған байланысты ол бір жағы оқиды, бір жағы жұмыс жасайды. Бірақ көп балалардың қасындағы бұл оқығыштарына кейін қайтып кеткенде тек қана шарты ержан міне осы кітапты артынан мына Қабиолла Сыдықовтың еңбегінде Балтабай Адамбаев деген ғылым академиясының қорында Калифорнияда бір шкафтың босында тұрады. Ешкім оқи алмайды, ешкім оқи алмайды. Ана Балтабай Адамбаев анда-санда келіп, осы арабша оқи алады деген адамдарға жаңағы оқытып қарайды. Кім біледі, бәленбай уақыт естіп тұрған кітап, оның ішінде өте құнды деректерді кет оқытылған. Ал енді артынан сол ғылым академиясының кітапханасынан біздер қандай кітаптарды сұратқан уақытымызда Стамбулда, Бұхарада, Тегеранда, Египетте, Петербургта, Қазанда, Уфада, Дамаскіде 17-14 ғасырларда басылып шыққан ол кітаптардың ішінде не жоқ дейсіз? Парсы әдебиетінің классигі Жәмидің толық жинағы, Асфаханидың 4 томдық философиялық трактаты, араб әдебиеті мен тарихының теориясы, парсының энциклопедиялық сөздігі, араб тілінің грамматикасы, терминдік қосалқы сөздер түсінігі, өлең өлшемдері, логика, психология, астрономия, алгебра, геология кетіп бұл елу бір кітап әрі тапқан уақытында олардың бәрінде діни кітапты деп есептедік. Ал шынында да осы кітаптарға қарап отырып, Оразмағамбеттің kendine қандай білімді адам болғаны белгілі. Енді осы жерде біздің бір бөліп айтатынымыз Оразмағамбет осы Маңғыстаудан кетіп Ирак, Түркменстанның жеріне, одан кейін барып Иранға кеткені белгілі. Ал енді сол жерде біздің бір ерекше бөліп айтатынымыз осы жерде заманның қиындығына байланысты тоғызбай тұсына, балапан басына кеткен артына азып тозып барған қазақтар Парсының Горган бейнесі, Күмбетқауыз, Тарта, Қырғыздағы шаршымен болмасы. Ал бұлардың ызғындай Парсы мен шекті жоқ түрікменнің арасында үздік тұра беретін болса, көп жағдай олардың жағдайы қиын болатыны белгілі. Осыған байланысты сол Оразмағамбет сол жердегі басшылықтары барып, патшалыққа қарсы жазып, қазақтарды бір жерге шоғырланып отырғанда өзінің ұсынысын айтып, сол жерге барып шоғырланды. Осы Иранға барып жүрген уақытында сол жердің ақсақалдарымыздан береміз. Маңғыстаудың жерінде, Кеңсарада, анау Саян, Жалдан, Үстірттің үстінде өткен Маңғыстаудың қарында Иранға барған уақытында күнін талмай қаласаңыздар ашықтан істеген емеспін. Өйткені кең далаға үйренген Маңғыстаудың халқы әр жерде бәрі санаулы, іштерде ғана есігінің алдына жайып сөйтетінде олар шынайы. Бұл істегеніміз екен. Туған жерге деген сағыныштың, қасіреттің ауырлығы сондай ма? 3 жылға дейін жас келіншектер бала көтеруден де апырмай, біздің осы өмір жасымыз тоқтап қалды. 3 жыл болды. Жас баланың іңгәлаған дауысы сенің ертеңге деген үмітіңді жетелейді екен. Ұмтылысқа бастайды екен. Ал жас баланың дауысы шықпаған жерде өмірге деген ұмтылыс бәрі тоқтап қиын жағдайға душар болды. 3 жылдан кейін барып, тұңғыш рет қазақтардың ортасында бір баланың іңгәлаған дауысы шықты. Сол жерде ер адамдардың жолы болмаса да, екеуінің де Маңғыстауға белгілі адамшылар болды. Деп, біреуі Оразмағамбет, біреуі атақты Қараш, мына Бейнеубайға барып, біреуі есікке салдырды. Біреуі жаңағы бөлінді. Барып солай істеді. Бұл сол кезеңдердегі қазақтардың басына өткен өте қиын жағдайлардың біреуі. Енді осында келген жаңағы адамдардың ішінде бір демеген бір ақсақалмен сол мен Иранға барып жүрген уақытымда маған мынандай әңгіме айтып еді.
туған жердің қасиетін сірә сен менен артық білмейтін шығарсың. Көңіліңе келмесін. Туған жердің қасиетін, оның құдіретін сен де сезінбейсің бе? Оның құдіреті, оның қасиеті сыртта жүрген адамдардан бері. Өйткені біз 70 жыл бойы түнімен жасымызбен жастықты сылап шығып, әке-шешелерге жатқан Маңғыстаудың бір топырағы болса да басар екен, топырағын бастар екен. Бір кезеңдерде еліміз бір еркіндік алса екен деп армандап жүрдік. Бірақ көп біздің әке-шешелеріміз оны көрмей кетті. Тек қана Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы президент Назарбаев Иранға келді. Ал сонда біздің қуанышымызды сен білетін дедің. Бендешақта, Күмбет Қауыста, тағы жерде тұрды қазақтар түгелдей арғы Тегеранның басындағы аэропортқа бардық. Сол аэропортта әшейінде біздерді сендер шурамисіңдер, орыстарсыңдер жолатпайтын Қазақстанның әскерлері сыңдай тізіліп тұрғанда біздің мәртебемізді көрсеткендегі сондай ма? Самолеттен тұрақтан маңдайы жарқырап президентіміз түсіп келе жатқан уақытта барлық қазақ қуаныштан теңселіп кетті. Өйткені президент біздің 70 жыл бойы сағынған, 70 жыл бойы жүрегіміздің түбінде қоламтадай қолдап жатқан туған жерге деген сағынышты қолдатып бізге сол үшін келе жатқандай болып көріп, 80-ге келген ақсақалымыз, жасы сақалымыз жоқ, батасын беріп, еңкілдеген жігітіміз еңкілде отырып, сол жерде қазақ елінің болашағына деген өзінің құрбымызын шалып еді. Міне туған жер дейтін осындай шырағым, оның да осындай болуына біздің оразмаза деп атамыздың сіңірген еңбегі өте көп. Енді оразмазаның соңында жаңағы қауіпсіздік комитетіне берген жауабында дейді. Мен Алашорда ұйымына 26 жыл бердім. Өйткені бұл ұйымның мақсаты мен міндеттері дін жолын және мұсылмандарды қорғауға бағытталған екен. Мен соған түсініспен қарадым. Ұсталғанға дейін осы ұйымның белсенді мүшесі болдым. Ұйым орталығы Ақтөбеде болса да, 20 жылдан бастап ел арасында ықпал ұлғайту мақсатында өз өкілдері Бақытжан Қаратаев, Тобанияз Әлиязов арқылы Маңғыстау жарты алаң мекендеген Адай тайпасы қазақтар арасында көптеген жұмыстар атқарылды. Бұрынғы Адай өкілінде Алашорданың 8 бөлігі болды. Олар Маңғыстау, Ойыл, Қабын, Жылы, Қарақы, Үстірт, Қаралығыз қаласында болып түсті. Бұларға басшылық жасау Меңдәлиев Алшынға, Қилыбаев Байғұсқа, Әлиязов Тобаниязға, Дауылов орынбасарға жүктелді. Кеңес одағында қолөнердің 30 жылдардан бұрын бастап көптеген басшылар түрмеге жатты дейді. Енді осы жерде біздің тағы осыған қосымша айтатынымыз, соңғы 2 жылдан бері президент Тоқаевтың тапсырмасымен Алқазандар, Нанылар, саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде жақсы жұмыстар жасалды. Бұлар көптеген деректерді, анкеттерді барлық ақтарып жүр. Осы жерде біз айтатынымыз, бұрын есігі жарық болған орындардан көптеген деректерді ақтауға қол жетті. Сол құжаттардың арасында Ирандағы Оразмағамбеттің Германияда жүрген Мұстафа Шоқаймен байланысты болғандығы туралы айтты. Мұстафа Шоқай сол жақта жүріп, 29 жылы Яш Түркістан журналын шығаруды қолға алды. Осы журналда Түркістан халқының мәдениеті, кеңестік биліктің бұл өлкедегі саясат және екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық қатынастар тағы өзекті мәселе қозғап. Міне осы Мұстафа Шоқай сол Яш Түркістан деген журналын Иран арқылы біздің жерлерге таратқандығы жөнінде оны сол Маңғыстауға қолға түскен адамдардың жауаптарына біліп отырмыз. Әңгіме болғанда көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Әрине бұл жұмыс әлде де жалғасып беретіні секілді.
бұл Орал Магомедовті табу бағытында көптеген жұмыс жасаған адамдардың бірі өлкө журналистер, Қайыспан, жазушылардан Әбіш Кекілбай, Дүкенбай Досжанов бар. Содан кейін барып енді осы жерде біз ерекше бөліп айтатын Сұлтан Қалқаев дейтін ағамыздың. Ол Красноярск жерінде болса, осы архивтерді, деректерді ақтару үшін мен Алматыдан қауіпсіздік комитетінің мүшесі болып жұмыс жасағанбыз. Өйткені сол деректерді алу үшін. Міне біздің әлде де жастарға біздің артатын сеніміміз көп. Әлде Әбіш Кекілбаев ағамыздың жарық дүниеде өзінде болған сезімдерімізді шарталапты сапарында әлгі атаңыз өткен соқпақтан бастап жалпақ адамдар ортасында туралы көрілгенше білім бақытына сапарында әлгі амандықтан тақтықтан басты деген бар. Сол атамыз көрсеткен соқпақ, анамыз айтқан тақпақ кейінгі ұрпақтар жүрегінде мәңгілік сақталып, өзіміздің ортамыздан шыққан белгілі тұлғаларды іздеу, олар туралы әлде де қосымша жұмыс жасау солардың міндеті. Біз соларға сенеміз. Антеке жасалатын жұмыстар көп, жиын қойып